Саламатсызбы көрермен, балаңызды диатез мазалай ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен видеоны жоғалтып алмас үшін лайк басып сақтап қойыңыз. Диатез ауру емес, алғашқы кезде ақ емін жасаса тез жазылады, ал асқындырса түрлі тері ауруларының пайда болуына ықпал етеді. Нақтырақ айтқанда дерматит, экзема, псориаз және нейродермит. Диатез көп жағдайда еметін сәбилерде болады. Оның шығуына анасының тамақтануы тікелей әсер етеді. Одан бөлек тұқым қуалайды, қоршаған орта әсер етеді. Жүктіліктің бірінші және екінші жартысындағы токсикоз, жүктілік кезіндегі қабылдаған дәрілер, жүкті немесе бала емізетін әйелдің дұрыс тамақтанбауы диатездің шығуына себеп болады. Емізулі кезде жұмыртқа, бал, сүт, маринадталған тағамдарды, жидектер мен уылдырықты шектегеніңіз жөн. Балаңызды педиатр рұқсат еткен тағаммен ғана тамақтандыру керек екенін ұмытпаңыз. Себебі балаға өз бетіңізше тамақ беріп сынақ жүргізуге болмайды. Бұл тәуекелділік теріс әсер беруі мүмкін. Диатезді қалай емдейміз? Мейлінше қызарған теріге маз жақпаңыз. Ашытып, балапанның мазасын алады. Сосын суланып, жазылуы да ұзаққа созылады. Оның орнына халық әдісімен емдесеңіз керемет нәтижесін береді. Бірінші рецепт: бірдей көлемде қызылмия, солодка, шүйгін шөп, валериана тамырын, қалақай, крапива жапырағын, түймедақ, ромашка гүлін, итошаған череді және жұпаргүл душица жапырағын алып, жақсылап араластырыңыз. Қоспаның бір ас қасығын ыдысқа салыңыз, үстіне бір стақан қайнаған су құйып отқа қоясыз. Баяу отта 15 минут қайнау керек. Осы уақыттан соң ыдысты оттан алып, бетін жауып қойыңыз. Тура 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, шыны ыдысқа құясыз. Емдік қасиеті мол тұнбаны 3 жасқа дейінгі балаларға 1 шай қасықтан, ал 3 жастан жоғарыларға 1 ас қасықтан ішкізесіз. Емді күнде 3 рет тамақтанудан 30 минут алдын жүргізу керек. Ем кезінде балаңызды осы шөптер қоспасы салынған ваннаға 10 минут жатқызып алсаңыз да болады. Ваннадағы суға сәлбен, шалфей, шайқурай, зверобой және сейіл шөп, чистотел қосуға болады. Екінші рецепт: өріктің дәні тұратын қабатты жақсылап ұнтақтаңыз. Үгіндіні бірде-бір есебімен өсімдік немесе жүгері майымен араластырасыз. Қоспаны шыны ыдысқа салып, 2-3 күн қараңғы жерге қою керек. Май әбден сіңген кезде қоспаны алып диатезге жағасыз. Бір жаққаннан ақ нәтижесін береді. Үшінші рецепт: дәрігерлер диатездің бірден-бір емі лавр жапырағы дейді. Ендеше жасалу жолын қолдану әдісін, емнің нәтижесін бірге білейік. Тұнбаны қалай әзірлейміз? 10 дана лавр жапырағын отқа күймейтін ыдысқа саласыз, үстіне 1 литр қайнаған су құйып отқа қойыңыз. Баяу отта 5 минут қайнау керек. Осы уақыттан соң ыдысты оттан алып, қайнатпаға 1 шай қасық итмұрын шиповник үгіндісін араластырасыз. Қайнатпаны таңға дейін ас үйде қалдыру керек. Сонда лавр жапырағы мен итмұрын бойындағы барлық пайдалы заттар бірігеді. Қалай қолданамыз? Таңертең қайнатпаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан балапаныңызға ішкізесіз. Емді күніне 3 рет қабылдау керек. Тұнбаны кез келген сұйықтыққа су, шай, шырын қосуға болады. Нәтижесі қандай болады? 1 күннен соң ақ баланың терісі тазарғанын байқайсыз. Мазасызданып жылауын да қояды. Диатез шыққан бойда өз бетіңізше ем жасаудан аулақ болыңыз. Міндетті түрде дерматолог маманның кеңесін алу керек. Оған қоса өзіңіздің балаңыздың ішіп жейтін тамағына мұқият болыңыз. Мейлінше майлы, тұзды тағамдарды, нан өнімдерін тұзды шектеңіз. Жұмыртқаны, картопты, балық пен етті де азайтқаныңыз дұрыс болады. Оның орнына жеміс-жидекті көбірек жеңіз. Бүгінгі видеом осындай. Видеоны аса лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыз. Шипа болсын.